Сәлем достар, бүгінгі тұшыру шығарылымда ежелден аса бағалы металл және қоғамдық маңызы жоғары осы құнды металлды түсіңізде көру нені білдіреді? Ең алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде қолыңызға алтын ұстасаңыз, бастамаларыңыз сәтті аяқталады деген сөз. Егер әйел адам сыйлыққа таза алтын немесе әшекей бұйым алатын болса, дәулетті, бірақ сараң адамға тұрмысқа шығады. Алтын тауып алу артықшылықтарыңыз бен қабілеттеріңіздің арқасында байлық пен құрметке бөленетініңізді білдіреді. Ал керісінше алтын жоғалтсаңыз, алаңғасырлығыңыздың арқасында өміріңіздегі ең күшті мүмкіндіктен айырыласыз деген сөз. Алтын кенін тапсаңыз, күрделі, бірақ құрметті жұмыс сізге жүктеледі. Ал алтын кенінде жұмыс істеп жүрсеңіз, өзгелердің меншігін заңсыз иемденетініңіз жайлы хабар етеді. Бұл түс сізге мұндай әрекет етсең зиян болатынын ескертеді. Сондай-ақ алтын көрген адамға байланысты түс те әртүрлі жорылады. Түсінде ер адам алтын көрсе, мансабы жоғарылайды. Бойжеткен көрсе, тосын сыйлар мен сыйлықтар алады. Үлкен жастағы қария адамдар көрсе, өмірдің сәтті кезеңі басталатынын білдіреді. Түсінде балалар алтын көрсе, арманның орындалуын білдіреді. Және де жаңа босанған келіншектер алтын көрсе, нәрестесінің өмірі ұзақ әрі бақытты болатынын білдіреді. Аяғы ауыр келіншек түсінде алтын көрсе, аяқ-қолын бауырына оңай алады деген сөз. Егер алтын неке жүзігін көрсеңіз, көп ұзамай тойға барасыз. Достар, бүгінгі тұшыру шығарылымы осыменен аяқталды. Видео ұнаса, лайк, комментария қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.